Баршаңызға сәлем, сіздермен Айдана. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ болып пісетін творожный пирогты рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған сары майды, оның үстіне қант салып, екеуін бірге жақсылап венчикпен араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстіне бір жұмыртқаны салып, тағы да бірге араластырамыз. Електен өткізілген ұнға қамыр қопсытқышты салып, ұнымызға араластырып, аз-аздан сала отырып, алғашқыда венчикпен араластырамыз, кейін қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз жақсылап бір-біріне біріккеннен соң көп илеудің қажеті жоқ, себебі бізде қамырымыз песочный болып шығады. Дайын болған қамырды арнайы формаға орналастырамыз. Форманың диаметрі менде 24. Форманың астын майлаудың қажеті жоқ, себебі бізде қамырымыз майға иленген. Негізі қамырды оқтаумен жайып орналастырсаңыздар да болады. Немесе осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қолыңызбен барлық жеріне тигізіп, теп-тегіс етіп орналастырып шықсақ та болады. Міндетті түрде шеттеріне бортиктер жасаймыз, себебі біз ортасына начинкасын саламыз. Қамырымызды орналастырып болғаннан соң вилкамен видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Мінекей осымен біздің қамырымыз дайын болды. Шетке қойып, начинкасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбе қажет болады. Оның үстіне бір жұмыртқа саламыз, қант саламыз, 20% қаймақ саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Барлығын бірге біріктіру үшін блендермен езіп шығамыз. Түйіршіктерінің бәрі кетуі қажет. Егер сізде блендер болмаған жағдайда миксермен араластырсаңыздар да болады. Ең бастысы бізде сүзбеміздің түйіршіктері қалмайтындай барлығы бірге араласып, біркелкі масса шығуы қажет. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді жаңа дайындап қойған формамызға массамызды құямыз. Формаға массамыз біркелкі етіп тұру үшін форманы осылай бір-екі рет шайқаймыз. Бетіне әртүрлі жеміс-жидектер салсақ болады. Мен қарақат, малина, құлпынай қосып жасадым. Дәмі ерекше болып шықты. Енді қызып тұрған 180 градуста пешімізде 45 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ас болсын.